оқушылық шақтарына қызықты естелік айтпайын. Өйткені 4-5 класстарда онша қызықты оқиға жасай қоймассыңдар. Мамақан болып отырасыңдар, сабақ тыңдайсыңдар. Сондықтан мен есімде ештеңе қалған жоқ. Жаңа барлық мұғалімдер айтып жатыр жоғары класстарда. Класс жетекшілерің айтып жатыр. Иә, ол естеліктерін білесіз. Мен де енді бір сабақ оқып жүрген кезінде мына Айдын, Серік жаңа Баян кімдер сабақ оқып келеді. Мұғалім өзі сабақ оқыған баланы жақсы көріп қалады. Өйткені еңбегінің алдында ақталып тұрса, ол сенің айтқанын қайталап тұрса, ең бақытты сол адам сезінеді. Ақындар өлең жазып тастап одан кейін мақтанады екен осы. Сонда осы балалар есімде қалыпты. Ертерек кез болды. Оны кешіресіңдер, кейбір жағдайларды ұмытып қалған шығармын. Одан кейін қилы заман болды. Қайда жүрсеңдер аман болыңдар, отбасылар аман болсын, балалар аман болсын, бақытты өмір сүріңдер, денсаулықтарыңыз зор болсын. Мына кештеріңіз үшін рахмет, той-тойға ұласа берсін. Рахмет. Өздеріңізді көріп, ұстаздар қауымы сырласып жатырмыз, балалық шақтағы естеліктерді айтып жатырмыз. Мен өз басым сіздерге математикадан сабақ бердім және мектептің тәрбие жөніндегі завушы болдым. Сіздердің енді тәрбие жұмысы жөнінен көп мен сіздермен көп жұмыс жасадық. Мына класс жетекшілеріңіз бар, міне сіздер 3 класс болды, аяғында 2 класс болдыңыздар. Емекаларда сіздердің жақсы шақтарыңызда болды, кемшілік балалық қылықтарыңызда болды, олардың барлығымен біз ақылдасып сөйлескенбіз. Енді есіме түсіп отыр, сіздердің жақсы шақтарыңыз сол кезде Ғабиден марқұм келе қалды мектепке, 1 жыл 2 жылдай. Ең бірінші сіздер мектептің музейін аштыңыздар. Қазір біздің мектепте үлкен музей бар. Ең бірінші музейді қалаған сіздердің осы міне, Серік осы отырған оқушылар. Біз жаман аға 62-дегі машина болды ғой. Сонымен ау неменеге парт съезге, Тасбаққа, Текебұлаққа барып тарихи жерлерде барып экскурсиялар шықты. Сонан кейін сіздер Ғабиден марқұмның бастауымен Тобағұл Мұсабаев туралы үлкен зерттеу жұмыстарын жүргіздіңіздер. Осы оқушылар экспедиция қатысты. Ақтоғайға бардық, Ақсуатқа, мына Тасартқа бардық, Ақшаулыға бардық. Сонан кейін сіздердің кездеріңізде жақсы бір жұмыстар болды. Кезінде телевизордан бір көкпар деген ойын болатын. Соны жандандырып жұмыс жасаған осы сіздердің арқаларыңыз. Сіздермен бірге. Мына Серіктің әлі күнге дейін менде бір естелік бар. Жаңа алып білімді ұмытып кеттім. Балаларыма ылғи көрсетіп отырмын. Серіктің есінде бар ма жоқ па? Мен әрбір класстан жинаймын ғой енді. Сұрақ беріңдер, қызықты кештер өткіземіз деп. Онда мында активист зал жоқ. Залды өткіземіз, өздеріңіз білесіңдер. Екі жаққа қатарға тұрып алып барып. Сонда Серік маған бір қасық бергесін сен. Ол қасығың әлі үйде тұр. Мен соны алып келем деп көремін. Ол қасық онда қошқардың үйі сияқты. Сұраймыз ғой. Сол Серіктің сұрағы болатын. Осы сұрақты ешкім шеше алмады сол кезде. Мына Серіктің сол кездегі ізденімпаздығы басқа да балалардың көп немелері әлі күнге дейін менде бар. Сол бағана бір ойыма түсті де, ол кезде біз Ошаған деген газет шығаратынбыз. Сіздердің кейбір қылықтарыңызды великий кезіндегі жаңағы сабақ үстінде газеттеріңіздің суретімен салып әкеліп қоятынбыз. Тасбақада болып жатыр, білесіздер ме? Сол газеттеріміздің кейбір немелері бар менде сақтаған. Енді мұғалім болғаннан жинаймыз ғой қағаздарды. Сондай естеліктеріңіз бар. Ал жалпы айтатын мен бүгінгі мынау үлкен қуаныш, қайырлы құтты болсын. Міне күйеу балалар келіп отыр, келін балалар келіп отыр. Барлықтарыңыз бала шағаларыңыздан көріп отырмыздар. Келіп осылар, біз осыған қуаныштымыз. Ұстасы шәкірт тұл дейді. Сіздердің осы еңбектеріңіз қай салада болса да атқарып жүрген жұмыстарыңызға мен жақсылық тілеймін, аманшылық тілеймін, денсаулық тілеймін сіздерге. Сол Жүзағаштың ауылдың атын шығара беріңіздер. Аман болайық, қай жерде жүрсек те береке бірлік болсын. Рахмет сіздерге. Орамал тон болмай жол болады дейді. Көп түкірсе көл болады деген мақал бар. Сондықтан енді сол бір керемет бір қиында бір сонда қысталаң заманда осы кісілерге білім бергендеріңізге рахмет. Енді музейдің барын жетіспелер ашса, көкпардың барын жетіспелер, сонда олар қалай тарихта бүтіп қатты қалып қалғанын оқпадым. Бір керемет деп айтып жатырсыздар ғой енді беттерінің бетіне былай айту керек дұрыстап. Сонда құрметті ағайындар, дұға шапалақтап осы кісілерге орамал тон болмай жол болады. Осы біздің кешімізде естелік болсын деп тамаша бір сыйлықтар тартуға рұқсат етіңіздер. Айтып бүйтіп 8 жылда бір кілем алып айтып екінші жоғарғы қол стақан сатып алмайсың ғой, қазір келеді, бақалы бар бәрі. Сонда енді Зайрашапен атысыңыз постоянно неге толып тұрсын. Ертең балық бағып шығамыз. Ішпеген арақ не керек?
абылай дастарша тарқатқан дастарша болсын. Қалай сүйдім сені, қалай сүйдім сені, жүрегімді ұстап, қалай сүйдім сені, сені. Арман адастырмай мені қоя тұр жалға, құшағыңды маған жая тұр жүрек, сені сақтай алмадым, өмір алдадың сен мені тағы алдадың. Жырағын төккен, жаныма күз жеккен, ораласың қашан, мен аңсаған көктем, көктем. Арман адастырмай мені қоя тұр жалға, құшағыңды маған жая тұр жүрек, сені сақтай алмадым, өмір алдадың сен мені тағы алдадың. Арман адастырмай мені қоя тұр жалға, құшағыңды маған жая тұр жүрек, сені сақтай алмадым, өмір алдадың сен мені тағы алдадың. Мұғалімдер қайдасыздар? Кәне тұрайық. Қалай сүйдім сені, қалай сүйдім сені, жүрегімді ұстап, қалай сүйдім сені, сені. Арман адастырмай мені қоя тұр жалға, құшағыңды маған жая тұр жүрек, сені сақтай алмадым, өмір алдадың сен мені тағы алдадың. Арман адастырмай мені қоя тұр жалға, құшағыңды маған жая тұр жүрек, сені сақтай алмадым, өмір алдадың сен мені тағы Қазіргі адамдардың тыныштығын сақтап жүрген азаматтың бірі осы Ерзат участковый болғанда елдің тыныштығы орнады. Алаңдамай ұйықтайсың. Қорадан қой, ауладан ит кетпейтін болды. Бәрі рахат. Тура, жайма шуақ жата бересің. Көженің жартысын ішесің, жартысы сол ыдысында қалады, бітті, ешкім деспейді. Сақшы мықты. Содан құрметті ағаны ол Құралайға рахмет айтайық деп тұрмыз оны. Елеп ескеріп осы Ерзатқа тиіп жүргеніне. Әйтпесе Ерзат немене келеді? Қарапайым халықтың тойына немене келеді? Просто Құралайды сыйлағаннан келіп тұр ғой. Ал енді қаламқас өзіңіз білесіздер, әділет аға мына жақта тұр енді, братан. 67 бұлар бас ибей ғой, Чибан шақырып кетіп біраздан. Әйтпесе бізде қарап тұр, қаламқас та ғашық болып бір-біріне екеуі. Енді сіз 67, сіз 71-се, бәленбай жас бар, бірақ махаббат жасқа қарамайды. Сондықтан екеуі нетіп қазір тамаша бір балалардың куәсі болып отырмыз. Сонда құрметті ағалар, ел аман деген бір мықты оқушыларым бар еді. Сол кісінің ата-енесі, әке-шешесі болып отырсыздар.
бірақ енді ата-ана қазығын табады, әдетінен нәзігін табады деген мақал содан туған. Сонда құрметті ағайындар, тоғыз шапалақты болса күйеу балалар мен келіндерге сөз беріп жіберсек деген ниетіміз бар. Ұстаздар, құрметті 71 жылғы жастар, мына ұйымдастырып жатқан тойларың құтты болсын. Енді Гүлғайша мұғалім сендердің класс жетекшілерің болса, ол кісі біздің класс жетекшіміз болып бізді шығарып салғаннан кейінгі алған класс сендер болатынсыңдар. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, Мұқат аға айтпақшы, Күле апайдан кейін сөз қайған жоқ деп. Енді Мұқат ағаның ұстазы Күле апай болса, мына бірінші столда отырған ұстаздардың барлығы менің ұстаздарым. Сондықтан бұл ұстаздардан кейін айтатын сөз қалған жоқ деп ойлаймын. Дегенмен де енді ең алғаш ұстаздық қадамды бастаған кезде сабақ берген классымсыңдар. Күле апай айтып жатыр ғой, жаңа математиканы алып келіп, ары қарай физикаға көшіп кеттім деп, бұл кісінің алып келген класын ары қарай мен жалғастырған болатын 8-9 кластарда. Енді кереметтей бұзықтық жасаған бала көріп, кереметтей шектен шыққан оқушы көрді деп айта алмаймын. Ол кездің оқушыларын қазір ерекше бір құрметпен еске аламыз. Осы балалар осындай болып еді, осындай қылықтар жасап еді деп тек қана жақсылық, керемет қылықтарыңды ғана еске алып отырамыз. Қосып тойлатуға жазсын, соған жеткізсін деген келеді. Құрметті 71 жылғы жастар, 20 жылдық кездесу тойлары құтты болсын. Барлық сыйлап шақырып отқан мұғалімдердің еңбектері жемісті болсын. Семейде бақытты болсын. Не айтамын, барлығы осы бағана үлкендер айтып отырған сол тілекке қосыламын. Бақытты болдыр берлерің. Көре бердіңдер. Осы 20 жылдықтан кейін 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық тойлата берейік өйстіп бәріміз бірге. Енді мына отырған мұғалім қауымына көп рахмет. Осы бәрімізді оқытып жеткізіп жатқан сіздер. Мен оқымасам да, осы ауылда менің 2 балам оқып жатыр, міне жақсы оқиды, Құдайға шүкір. Бұйырса 3-ші мектепке барады. Сіздердің де дендеріңізге саулық берсін. Бақытты болыңыздар. Қартаймай өйстіп арамызда жүре беріңіздер. Құрметті 80 жыл түлектер, сендер құралайлардың үлкендерің кішкене күйеу бала деп айтып болғаныңды ықтимал. Бірақ жаңа Күле апай сөйлеп жатқан кезде қызғанып кеттім мен кәдімгідей. Менің ғана мұғалімім сияқты болды да мен үшін. Сол сияқты сөйтсем бәріміздің мұғаліміміз екен. Даже Мұқат ағаның мұғалімі болғаннан кейін мен вообще үндемейтін болдым одан кейін. Сондықтан мына бастамаларың ұзағынан сүйіндірсін. Мен жаңа ойладым, неге 20 жылдық, 50 жылдық неге жасамаймыз? Біз мұғалімдеріміз 110-да отыра береді, спокойно алдымызда, тірі жүзі болды. Сондықтан Құдайдың берген жасын жасай беріңіздер. Жақсылық, береке бірліктерің арта берсін. Осы төрт көзіміз түгел, осы басымыз осында қуанышқа ғана қосылсын. Жаңа бауырым айтып отыр ғой, елерге аман болсын, анау ер стақан бол, стақан көшеге қойып кетесің, өзі тұра береді дегендей қылып тұр ғой. Тұра береді, Құдайға шүкір. Оның бәрі өзіміздің ауылдың береке бірлігі, басқа ешкімнің асырыптан әкелген ештеңесі жоқ. Сондықтан Марат бауырымыздың өзі жаңа ән айтып тұрғанда өзі көрсең сағынышын жүрегіңе барады тура. Айтқысы келіп, әлі айтқысы келіп тұр, ән айтқысы келіп тұр міне. Өстіп осындай бауырларымыз болсын, үлкен ағаларымыз болсын, ізет көретін, жер көретін, танытатын бізді енді айтпаса Чолпан екенімізден анау жазу, біз жазып қойған жазудан басқа Чолпан деген жазу жоқ, өздерің білесіңдер. Сол сияқты анау екі басы да ертең екі сөзінің бірі Чолпан деп айтып отырады міне Марат бауырымыз. Осындай бауырларымыз, жақсы ағаларымыз дүние біздің ауылдан енді жаңа ұстаздарымыздың алдынан ол кісілер туралы жақсы зетті үлкен сөздер айтылып отыр енді. Үшпен оқығаннан кейін көп нәрсені айта бермейсің енді. Ал жақсылық, береке бірлік болсын енді. Алып қойыңыздар деп айтып қойсың ғой.
құрметті ұстаздар, міне біздің 20 жылдық кездесуімізге келіп, өстіп қуанышымызды ортақтасып отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Енді бізді ең алғаш әріп танытып, бізді осындай күнге жеткізген сіздердің арқаларыңыз. Әрқашанда аман болыңыздар, қартаймаңыздар, ортамызда жүре беріңіздер аман есен. Енді қазір біздің балаларымызға соларға білім беріп сөйтіп жатырсыздар. Оларыңызға да көп-көп рахмет. Енді олар да жақсы азамат болып шығады деп ойлаймын. Енді мына 20 жылдық кездесуге келіп жатқан, жан-жақтан келіп жатқан құрбы құрдастарымыз, осы ауылдағылар бар. Бәрілеріне амандық, саулық тілеймін. Осындай күнге келіп, күнге жеткізіп отырған, енді кейбір келе алмай қалған құрбы құрдастарымыздың бәрі де келсе жақсы болушы еді. Олар енді келе алмай қалды, өте өкінішті. Енді өстіп кездесуіміз ағынан сүйіндіріп, енді 30 жылдық кездесуге жассын. Балаларымыз өсіп өркендей берсін. Осы біздің жолымыз берсін балаларымызға. Бәріміз аман болайық, қай жерде жүрсек те. Осы тойымыз тойға ұлассын. Көп-көп рахмет сіздерге, ұстаздар, құрбы құрдастар. Енді мына Маржанға, Гүлбекке рахмет айтам, Серікке рахмет айтам. Осының бәрін ұйымдастырып, осындай неменеге тойға келіп отырғанымыз енді. Бір жағынан бір-екі адамның ұйытқысы солай ұйымдасып отырған. Аман болыңыздар. Сау болсын, семьяда бақытты болыңыздар. Кішкентайларың үлкен азамат болып, олар да өстіп тойлап жатсын. Солардың қызығын көріңдер. Мына алдымыздағы ұстаздар асқар тау болып алдымызда жүре берсін. Дендері сау болсын. Осындай қуанышта, жақсылықта ғана кездесейік. Енді және Қаламқас айтып кетті ғой, балалардың көптеген себептермен келмей қалды. Оның өкінішті енді. Бірақ жәнегі жұмыс жағдайымен, тағы да басқа жағдайлармен. Мен енді өздерінің орталарында 5-6 ай ғана оқысам да, сендермен бірге бітіргеннен кейін өте ыстықсыңдар. 1-2 жыл Ерзаттың арқасы. 1-2 жыл Ұржарда тұрып келгенде де Ерзат айтпақшы 92-ден бері қарай асқаннан кейін жүрегіміз қаға бастайды. Ауылымыз ыстық болып, сендерді көргендерімізге көптен көп қуаныштымыз. Келгендеріңе алыстан рахмет. Өстіп ауылымызға кеп тұрыңдар, ұмытпаңдар. Қай жерде болсақ та аман болайық. Сондықтан енді мына елеп ескеріп осы тойға келгеніңізге көп рахмет. Мен мысалы мен өзімде ойлаймын, осы заттарыңыз тосын, өздеріңіз тозбаңыздар, Жаукен апай. Көрдіңіз ғой, мысалы 20 жылға келін қандай жақсы. Бір сынығымыз бүтіндеп бір айбат сағанды болып анама болды. Сондықтан құрметті ағайындар, бұл да сіздердің бір 20 жылдық нелеріңіз, еңбектеріңіз. Әйтпесе специально сатып алмайсыз бұны. Өтіп подарок келген, мынау келіп бүтін оқып болсын бір. Қоштасудың жанардан жақып туға, шубақ киген ақ жеңге уақыттара, көрмесін көңілді ақ жанымда, сенен гөрі мені кем бақыттара, көрмесін көңілді ақ жанымда, сенен гөрі мені кем бақыттара, бағасығым қимасығым жанашырым бағасығым тұттынып қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой, тағынғанда ақ маржан, тағынғанда ақ маржан дала жыры. Кергетілем өлеңмен құшағында, бауырыма ылғысты қысамында, тегінен кесінбеймін қырсығамын, ерік бермей екінді құшағынға, тегінен кесінбеймін қырсығамын, ерік бермей екінді құшағынға, барасығым қимасығым жанашырым дарасығым тұттынып қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой, тағынғанда ақ маржан, тағынғанда ақ маржан дала жыры. Тубек қайда?
үлкен шампанды сырасында сыйлап беріп тұрғанда тұрасың ба, ішіп алып осы бір 100 граммды кедейші құлап құласың ба, 100 граммды тартып алғаннан соң патшадан құл ақыл сұрасың ба деген мақал бар. Сонда құрметті ағайындар, мұғалімдерден жасымаңдар. Кезінде бәріміз бір жасырын жатап отырсақ, ана столға қарамай теріс бұрылып ішулеріңе рұқсат. Сонда құрметті ағайындар, осыдан 20 жыл бұрынғы еңбектерін ақтап міне осы палаткаға шақырып бәленбай мың теңгеге жалдап бұл палатканы. Сонда енді мына жетіспелерге көп рахмет, керемет ашылды. Сонда құрметті ағайындар, мұғалімдер, сіздер осы жетіспелерге бір ду қол шапалақ қойылуыңызға болады негізі. Опа! Ал енді мына қарап тұрсаңыздар, дауысында естіп түрінде сағынып, мысалы Алтай ағамыз отыр. Бұл кісі енді ауылға деген еңбегі ұшан теңіз, шын айту керек. Алтай ағаны енді қалай айтсам болады, осы ауылға бір бәленбай ағын сумен ағып өткен абыройдың бәрінің ішінде бір тамшысы болсын бұл кісінікі, именно осы кісінікі, А деген әріпі бар. Содан кейін мынау енді елеп ескеріп, біздің мектебіміздің бір жақ бұрышын тіремесе де, тіреп жүрген азаматқа сүйеу болып жүрген Бағдат деген ағамыз бар. Елеп ескеріп Мекаша дайындалған. Ол кісіге бір тетін кезек немесе тағы да болмайды енді. Кезінде қазақшаға судай болатын, қазір енді удай болды. Өйткені ол кісі қазір немісше сөйлемейді, қазір таза қазақ. Сондықтан енді құрметті ағайындар қалжыңдаймын, өйткені сағынып қалдым, бәрінде ешкімде көңілін алмас деп ойлаймын. Бірақ кісі күліп жас деп қазақ бекер айтпайды. Сондықтан Алтай аға, Бағдат аға, және де орыс тілі мен география пәнінің мұғалімі Зайра Шапайға сөз берейін отырмын. Ана ауылдың азаматтары, Серік бар, Бекенай бар, осы ауылдың бәрі айта бермеген, бәрі де жақсы сыйлап тұрады. Міне осындай тығыз кезеңде алыстан келіп, сіздердің негізі қатысып жатқандарға үлкен рахмет. Міне Алматыдан, Үржардан, Москвадан деген сияқты. Рахмет, міне мұғалімдерін сыйлап шақырып отырғандарыңа дені сау, еңбектерің жемісті болсын, семейде бақытты болыңыздар. Бізде міне 68 жыл бітіргенбіз, 40 жыл болды. Сіздер 70 жыл болса, біз 51-міз, міне арамызда 20 жас бөледі екен енді. Әмесе бақытты болыңыздар, бала шағаңызды қызығын көріңіздер. Міне біз Салтанат, Динара, Маржан мен кімнің балаларына 5-4 класста сабақ беріп жүрмін. Жақсы барлығы да. Осы келешекте жақсы спортсмен болады деп ойлаймын барлығы да. Енді бірінші барып денсаулық дейді ғой, дендегі сау болып, осы семейде бақытты болыңыздар. Бүгінгі мына үлкен той сіздер үшін кездесу. Ұстаздарыңыздың басын қосып үлкен дастархан жасап жатсыздар. Сіздерге көп рахмет. Сіздерді оқытпасақ та, сіздердің балаларыңызға сабақ беріп жатырмыз. Осы іс-шараларыңыз мына балаларыңызға өнеге, міне осындай әкемнің, шешемнің жері осындай екен деп балаларыңызды қауышып жатыр. Өздеріңіз бір-бірлеріңізбен көріп, бір-бірлеріңізбен сырласып жатсыздар. Осының барлығы осы тіршіліктің арқасы. Қарап отырсақ, көптеріңіз міне жан-жақта жақсы еңбек етіп жатыр екенсіздер. Барлықтарыңыздың сырттарыңыздан естіп қуанып жатамыз. Әр уақытта осындай береке бірлікте кездесіп, бір-бірлеріңіздің қуаныштарыңызды әр уақытта сырттан болсын естіп, жүре берулеріңізге тілектеспіз. 20 жылдық деп жатсыздар. Енді Құдай сіздерді 25-30 жылдықта, одан ары қарай да береке бірліктеріңіз жалғаса берсін. Мына ұстаздарыңызды сыйлап, құрметтеп жатсыздар. Сіздерге көп рахмет. Бұның барлығы өнеге тәрбиенің, тек қана мектеп емес отбасының бергенде тәрбиенің нәтижесі деп ойлаймын. Ары қарай осы балаларыңыз жалғастыра берсін. Туған ауылдарыңызды ұмытпаңыздар, мектептеріңізді ұмытпаңыздар. Мектебіміздің әр уақытта мәртебесі биік болсын, ауылымыздың осындай азаматтары көп болсын. Осы бүгінгі өтіп жатқан 20 жылдық кездесулеріңіз ертең мысалы мына ауылда барлығы естіп жатыр. Келесі ұрпаққа өнеге барлығы. Енді бір жағына Марат бауырыма рахмет айтам. Бүгін үйде отырған ауылдастарымыз бәрі далаға шығып жатқан шығар, Мараттың дауысын естіп. Марат келді деп. Мараттың әнін, сөзін, әрбір қимылын әр уақытта мектептегі айтып отырамыз. Көшкен кезде қатты переживать етіп уайымдадық. Енді ауылымыз ән мен жырдан ада болып қалады ғой деп. Бүгін міне Маратты көріп, сіздердің арқаларыңызда Маратты көріп, осындай бір үлкен тойда қауышып отырмыз. Әрқашан өстіп
тойлатып бастарыңды қосып тойлата беріңдер. Басқа не айтамын, енді бағанадан үлкен кісілер айтып жатыр, солардың тілегіне қосыламын. Сол үшін алып қойыңдар. Мына енді кезінде Дәурен негізі ойында болған жоқ, бұл жетістіктерге күйеу бала мынау деген ойында болған жоқ. Бұл да бір асыл азаматтың бірі ғой. Просто енді мына Гүлнәр Сөзберген ерсе енді халықтың сөзін жерге ұстамай елемес келіп осы жетістіктерге күйеу бала болғанына осы асыл азаматқа көп рахмет айтамыз. Енді ол кезде жас болды Гүлнәрді онша сөгетін дейді неміз жоқ енді. Ол ойлаған жоқ, екі қыздың тамаша бір анасы боламын деген. Сондықтан құрметті ағайындар. Әрдайым Алла істеріңді оңдап, қандай жағдайда істерің жақсы сәтті аяқталсын, қиыншылық болмасын. Енді денсаулықтарың зор болып, отбасылар аман болып, айтқан тілектер осыласқан қабыл болып, 30 жылдық, 40 жылдық тойларын жасап, тойға ұласып, тойдан той кезіп жүре беріңдер. Пусть доверяют тайны свои, больше не надо мне этих бед. Не будут больше надо мной смеяться из твоего подъезда, пацаны. Не нужно по ночам с тобою шляться, уж лучше посмотреть спокойно сны. И розовый закат, и летний вечер вполне со мной согласны, так и знай. И можешь верить, нет ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай. Пусть твои окна смотрит беспечный розовый
мен Бекенайдың парына береміз. Папасына мылтық, мамасына байлауыш. Жоқ, ордық алып шығып бересің, Рауқан апай мен Бекенай. Бекенай бері қашсаш. Бұл да бір керемет бейсің, бұлтар шалбарың жоқ. Шығымаш бері. Ортаға шығып бүйтіп кішкене бүйтіп. Бір көрсетіңдер енді, билегендер. Жоқ, бұлай қашсаш, ұялмаңыз ол. Қазір оқышымыз бүйтіп. Кәне. Ана қара. Аяқ алысыған, аяқ алысыған. Точно саматтың жиынды тұтына бүгін. Алшақтау болмайды ғой. Құрметті ағайындарына, заттарыңыз тосын өздерін тозбаңыздар. Рауқан апай, Бекенай келген жақсы билетіңіздер. Енді содан кейін тамаша билеген азаматта тағы бар. Жалғыз өзі соңғы столда отырды негізі, бірақ сондай бір керемет бір ойлы пікірмен қарап отырды. Бәрін осы положениесі болып отырған соқсы ғой деймін. Ерболдың бәйбішесі. Бақанай. Өткен сіз билеген жоқсыз, бірақ билегіңіз келген негізі ойыңызды оқып отырдым да мен. Бірақ билей алмадым. Сондықтан шығыңыз енді. Сіз Ерболмен билегіңіз деген ол кісі менсінбей тұр енді. Сенің сүйгеніңе махаббатыңа татымайды. Шықшы керек ол. Алып шықшы. Кім қайда? Дәурен аға ұрама. Алып шығыңыз. Дәурен аға. Бол, қоспай қойды. Өш. Ал сізге жоқ тұрдың. Бірге кеп алсаңыздар şimdi ел мазақтайды деп тағы да қорқып тұрсыңыз не? Жоқ, немен алдыңыз ол? Ал немен? Платсымас бір дейді. Сіз немен алдыңыз? Карт алдық, дұрыс енді. Енді құрметті ағайындардың ойында ағамыз карт алып біздің жеңгеміз март алып атқан кезде де мынау енді нетпейміз. Сондықтан енді Бақанай жақсы айбет бар. Түгел шашың бәрін шаңдатып келген екенсің. Именно бүгін осы 20 жылдыққа қарсы жай түсіп қалған қарсы басың. Сондықтан енді құрметті ағайындардың бәрін құттықтаймыз өзім жеңгем болғаннан кейін. Сондықтан 3-ші орынды беруге рұқсат етіңіздер, құрметті ағайындар. Тамаша бидің үлгісін көрсеткен. Тамаша билеп бір-бірін шақырғысы келіп тұрған азаматтар көп негізі. Мен мысалы мен Нүрипаш апаймен де билегім келген. Мен Зәреш апаймен де билегім келген негізі. Өйткені білем ғой мен пайданың қай жерде екенін. Осы күймен билесің, яблонкасын жауыр келесің. Сол емес пе? Рахмет айтып сіздерді бірақ ортаға шақырмаймын. Жоқ, бір өзгертіп қойын енді қаншаң бұл кісілерге палас кірсе береміз. Бірақ енді құрметті аға, Дуғал шапа ақтап, Зәреш апай мен Нүрипаш апайға бір-бір қарсылық. Жоқ, ана сіздер әуре болыңыздар, мен өзім жылайыншы қастарым. Жоқ, рахаттанып тұрып жыласын ғой бүйтіп әк. Мұғалімдердің қасын соғады рахат. Елдер сүйдейді ғой, шекін айтсаңыз. Осы мұғалімнің қасын мен жылып берсем негізі қанат тұрып жылады ғой еді бұлар. Сондықтан туысқансыздар ғой, ол да фашистен сізді қалжыңдаймын әлі. Сондықтан енді Нүрипаш апай мен өзім жақсы көретін ұстазым. Әйтпесе мына осыны бәрін қалай ұмытпайсың. Бір жазылып қалды, болды, бітті. Негізі жақсы оқуым керек еді. Жақсы оқығам. Бірақ енді 4 сабақтан 4 болып қалдым енді бітіретін кезде. Дәп жеме-жем келгенде бет алып лағып бітіпті. Өйткені школа АБВ-да бір отличник қалғаннан кейін оқымай қалады екенсің. Сондықтан құрметті ағайындар, осы биімізді Зәреш апай мен Нүрипаш апайға арнаймыз. Сендерге бір подарок бір рұқсат ет, мөлдір мен Бекан баласы. Ағарап тұрған, құласаған. Жоқ, мен қарағыңызды арғап.
бері қалып тұрған немене бақылауптан мен сенің зада келсін айтып. Сонда құрметті ағайындар, осы тойларыңыз бәрі құтты болсын. Мәселе алғанды емес, мөлдір, ботым. Өнерің өрге жүзе берсін. Өзің білсің қалай жақсы көретін. Біріміз қатты сағынып қалып бір енді әңгімесіме жеттіңіздер. Сондықтан енді осы әнді екінші А классына ардаймыз. Қабылдаңыздар. 68-ге көп рахмет етеміз. 55 келіп 71-ге бір көңіл бұрғандарына. Сондықтан құрметті ағайындар, осы әнімізді сіздерге арнаймыз. Күйеу балаларға арналады. Барасының қимасым, жанашырым дарасым, тұттынып қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағынғанда ақ маржан, тағынғанда ақ маржан дала жырым. Кергетілім өлеңнің құшағында, бауырыма ып-ыстық қысамында. Тегін елге сіңбеймін қырсығамын, ерік бермей екпінді құшағыңға. Тегін елге сіңбеймін қырсығамын, ерік бермей екпінді құшағыңға. Барасың қимасың, жанашырым дарасың, тұттынып қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағынғанда ақ маржан, тағынғанда ақ маржан дала жібін. Сезбедің бен екенін азабыңда, көгершін бұл көңілім алып ұшар. Аспаным мен бұлбұл бақ базарына, көгершін бұл көңілім алып ұшар. Аспаным мен бұлбұл бақ базарына. Барасың қимасың, жанашырым дарасың, тұттынып қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой. Тағынғанда ақ маржан, тағынғанда ақ маржан дала жібін. Сен іздедім алыпшым, негіздедім ажырама, сәлде сен негізбедің дәл қазіргі сәттегі сағынышым. Дауыл күнгі толқыған, дауыл күнгі толқыған теңізбедің. Дәурен сен өз тұқымдарымен кәдімгідей билейді екенсің ғой. Шошып туғасын ба? Бияға ортаға шығып бірақ беріңізші. Жоқ, Дәуренге де беретін берейін. Кеш алып алдым ба? Әдет кеш. Күйеу болса сізді күйеуіңіз, мен күйеуім емес. Бесіңші бірдеңіз дұрыстап. Қатырақ 55 кіріп алғаннан рахмет етесің. Карта берсе де қойды, немен екенін бәрі. Мұқтаждарым сөйді, бүтіні барды еді өстіп. Жетіспедетінің жемажылығында. Аз қазана көрді азаматтар. Сонда құрметті ағайындар, осы тойдың барлығы осылардың арқасы жеп-ішіп, көңілді өткізейік. Осы биді жетістік-бірлерге арнаймыз. Қабылдаңыздар. I'm intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home. Let's cut the chase. To every man, there's two sides. What do you choose? If you chose my love, that means you never lose.
Бүгінгі жолдастарымыздың, класстастарымыздың жиналғанына өте қуаныштымыз. Бағанадан бері айтып жатсыздар. Осы ауылдан өсіп-өніп шыққан біздің жастарды, біздің балалардың жетістіктерін, негізі біздің ауылымыз өзі көп жерге дейін таниды. Әсіресе мына шығысқа, солтүстікке қарай бізден. Шолпанымыз жалғыз қауынымен емес, осы жастарымен, сіздердің тәлім-тәрбие берген оқушыларыңызбен де танымал. Жаңа міне өз өніміз Маратты атталысқа шақырып, өзіміздің жақсы атын іздестіріп жатыр. Сіздерге тілейтінім енді ұзақ өмір, жаңа айтып жатсыздар, Күлия апай, Мұқат мұғалімді да оқытамыз деп. Енді ол кісі бізге айтып жатыр, балалардың көбін жас төменгі класста оқығаннан көбін білемін, білмеймін де. Бірақ ол кісі біздің есімізде қалды. Тарих сабағынан берген кезде, сол тарихи оқиғаларда бізге түсіндіріп отырған кезде, соның арасында жүргенде айтады. Сабақты беріліп, бізге шын көңілімен, біз енді кішкене өкімет кезінде оқып кеттік. Асық қаза білет болған кезде деген сияқты, сол кезде бүкіл мұғалімдер ішінде осы доп ойнаған тозар деген айтпайтын жалғыз аяғымыз ғана болатын. Құрметті класстастар, сіздерге тілейтінім үбірлі-шүбірлі болыңдар. Жылдан жылға табыстан табысқа жете беріңіздер. Біздің ұстаздарға тілейтінім, жаңа айтып отырмыз ғой, осы өздеріңіз оқытып кеткен шәкірттердің кездесулеріне қатысып, аман-есен, жаңа Күлия апай сияқты мақтанышпен осыдан 30 жыл бұрын бітірген адамды оқытқан, 40 жыл бұрын бітірген адамды оқытқан дегендей жасқа жетіңіздер. Біз оған тек қана қуаныштымыз. Баланы көріп картеясын деп айтып жүрді бұл кісілер. Біз сіздерді көріп жасарып қалдық. Мыңда бір рахмет, осы біздің арамызға келгендеріңізге. Рахмет. Есімдер қайда? Артынан мен музыка салып братанға қарап өзім айтамын. Құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар, бүгінгі міне 20 жылдық кездесуімізге келіп қапсыздар. Өте қуаныштымыз. Бір жағынан ыстық екен, қарап отырсақ. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Көрсек табыс тілеймін. Енді көп сөйлеу бізде немене жоқ енді. Кезекті бере берейін енді. Жақсы оқыңдар береді. Жақсы, екі жақ. Онда серікке береміз. Өзіме бір бастырма беріңізші. Келіндеріңіз. Ол да дұрыс, келіндеріңіз. Өйткені үйдегі отағасы болсақ, отанасы осы кісілерге де байланысты да. Аты Сәуле таныстырып қояйын. Құрметті ұстаздар, Серікқазы жолдасымның класстастары, енді бағанадан айтылып жатыр, бұлар жаңағы туған ауылымыз, өскен жеріміз, мектебіміз деп өздерінің жаңағы лебіздерін білдіріп, сағыныштарын жеткізіп жатыр. Бұл кісілерге туған ауыл, оқыған, туып өскен және оқып білім алған ауылы болса, мен енді ақ босаға аттап келін болып түскен жерім, ауылым деп санаймын өзім.
осы жерде жаңағы осыдан тура 15 жыл бұрын осы ата-енемнің Ақбосағын аттағанмын. Сол ата мен ененің мектебінен өткен жерім бұл жер. Сол үшін де маған бұл жер ыстық. Шолпан ауылы. Серік айтады ғой кейде, сен өзің күннен күнге енеңе ұқсап бара жатсың деп. Мен айтамын, енді қайнененің топырағынан деген сөз бекер айтылмаған қазақта. Сондықтан сол топыраққа келіп, міне сіздерменен танысып, Серіктің танымайтын класстастарымен танысып, қауышып жатқандығыма өте қуаныштымын. Мына ұстаз қауым сіздердің енді бүгінгі кештен сіздердің бақытты ұстаз екендеріңізге куә болып жатырмын. Алла тағала осы бақытынан айырмасын сіздерге тілейтінім. Ал енді Серікқазының класстастарына тілейтінім енді бақытты болсын, бала-шағаларын қызығын көрсін, тек биіктен ғана көріне берсін. Жақсылыққа ғана кездесейік. Сол Ал ұстаздар, Алтын мектебім, туған ауылым, жаңа кейбір мұғалімдерімді айтып жатыр. Шынында 20 жыл көрмеген дейміз сені деп. Енді шынын айтқанда ол сөзінде рас жері бар, өйткені арасында жай бір келіп кетіп қана жүрдік те. Одан келу сирек кетті, 2 жылда бір келетін. Одан кейін мен әкешім бұл жақтан басқа жақ қоныс аударды. Сол ауылдан біз алыстап кеткендей болдық шынында. Бірақ біртіндеп қанша алыстап жүрсек те ауылды сағынамыз. Сонымен осындай кездесу ұйымдастырып жатырмыз қолымыздан келгенше. Сіздерді көріп, дәл қазір өзімізді қайтадан шәкірт сияқты сезім сондай күйде тұрмыз да. Сіздерге көп рахмет, ауылымызға рахмет. Біздің ауыл қанша айтқанмен білімі де, ілімі де өте жоғары. Жаңағындай сабырлығы, данышпандығы, қазаққа тән өте бір ерекше ауыл деп мен толық айта аламын да. Неге десеңіздер, қазір Құдайға шүкір істеген жұмысымның басқа қызметім арқасында Қазақстан біраз жерлерін көріп жүрмін де. Сонда мен өзім ауылыммен салыстырамын. Мен ауылым қандай бұл ауылдың қасында деп барған жерлеріне. Біздің жақ қандай осы басқа жақпен салыстырамын. Сонда біздің ауыл көп жоғары тұрады. Ең бірінші мектептен алған біліміміз, тәрбиеміз жақсы. Сол үшін де мен осы ауылға алып осындай сезімде жеттік те. Сол үшін көп рахмет сіздерге, ұстаздарым, класстастарым, сендерге рахмет. Біраз адамдар, класстастар жиналып, танысып, білісіп, бала-шағалы оралып жатырмыз осы алтын мектебіміз. Барлығымызға Алла тағала күш-қуат берсін, барлықтарымыз бала-шағаларымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Әрқайсымыз үйде тек қана жақсылықтар бола берсін. Жаңа бас қосып жиналып отыра берейік. Бағана бері осы бүгін бір жиналып отырған үлкен бір тойға да бір себеп болып, бәрімізді ойында күлдіріп, бәріне отырған Марат бауырымызға өте мұнда біріншіден бір рахмет айтайық. Сол Марат бауырымыз өзіне бір душ шапалақ, қолымыздың бір шапалақтайын. Бауырымыздың арқасында бәрі осындай бір ойын өте, бұл тамағынан көп нәрсе зависит дейді. Ал енді береке бірлік арта берсін. Әрқашан да осындай үлкен дастарханда тек қана қуанышта жиналып отыра берейік. Марат бауырымыз біз бір рет тілегімізді білдіріп айтып кеткен едік. Енді Марат бауырымыз шақырып тағы да тілеп жеріндер деген соң, енді онда тұрған ештеңе жоқ. Тағы да тілейік, жақсылықтың ештеңкесі жоқ, артықшылығы жоқ дейді. Енді бұл жерде қарап отырсақ, жаңағы өзі Күле апайдан бастап, Алтай мұғаліміміз бар, Нұрипаш апай деп отырмыз, Жанахмет ағайымыз бар, бәрі үлгі тұтатындай азаматтар. Сол кісілер біздің жүрегімізге адамгершілік нетіп, сол адамгершіліктен таймай. Енді айтайын десе негізі мен басқа сабақтың бәрінен жаман оқысам да әдебиеттен негізі жақсы оқығанмын. Басқасын білмеймін. Бірақ енді бұл жерде кішкене қысылған кезде ауызға сөз де түспей қалады екен. Бірақ енді тілейтін тек жақсылық, бастарыңызға байлық, деніңізге саулық. Осы тұрғанда құрдастарым бар, құрбыларым бар. Бәрілерінің, бұлардың қуанышы біздің қуаныш дегендей, сол аман есен жүре берейік. Жаңа
жақсы тілектерімнің бәріне қосыламын. Соған айтайын деген сол енді. Басқа ар жағынан Ербол айтсын, одан Ержан айтсын. Сіздерге рахмет. Жақшында қуанышта модырсымын жинала бердік. Жақшында қуанышта болдық. Ақырғы Ержан. Қаласын. Бағана Күләй көкем айтып жатыр. Менің марқұм әкемнің талай қылықтарын айтып жатыр. Керімтай ағамен екеуінің қаншама тірліктерін айтып жатыр. Не істегендерін айтып жатыр. Мен шынын айтқанда шыдай алмай әрең тұрмын. Солай болады енді. Енді әкемнен әкемізден ерте айырылдық қой. Ол енді Алла тағаланың несі. Барлеріңізге денсаулық, зор байлық тілеймін. Осындай мол дастарханда бас қосып, әрқашанда бір-бірімізмен сыйластықта жүре берейік. Менің өзімнің осы мектепте бәр ұстаздарым мені еркелеткен. Осы қай мұғалім болмасын, осы қайсы болсын, осы менің бәрінемді көтерген. Осы мен өзі мектепте өте жақсы оқушы болғанмын, бәрі білет. Менің өте жақсы оқушы болғанымды бәрі мойындайды. Осы жерде отырған ұстаздарым. Ана Жанахмет ағамыз отыр, әне организатор болған. Завуч болдыңыз ғой, дейме? Завуч болдыңыз. Завуч болды. Бәрі менің еркелігімді көтерген. Өзімнің класс жетекшім, менің өзімнің бірақ қана класс жетекшім бар. Басқа менің класс жетекшім жоқ. Ол менің Гүлнар мұғалімім, әне өзі отыр. Гүлнар мұғалімім менің класс жетекшім. Менің талай еркелігімді көтерген, менің талай қанша немді көтерген. Осындай нені еске алып, осындай енді өзі 20 жылдық қой, 20 жылдықты еске алып отырмыз. Рас енді. Қандай жақсы шіркін. Рахат қой шіркін. Сол мен енді бар ғой, осы жерде мен өзімнің класс жетекшіме сыйлығым бар. Сотовый телефон. Қайда? Гүлнар көке? Қайда? Бала-шағаңызбен өзіңіз сөйлесеңіз. Единица менің мойнымда. Единицаңыз бітіп қалса, любой уақытта мен біліп берем. Билайнға қосса, Билайн актив болса, актив. Ответ менен любой уақытта. Ұялмай, Ержан деп бересіз. Ержан өздігін айтып болды. Ержан бір сөзін айтқанда, деген үлкен әртінен басталатын не ғой? Жігіттің біреуі болды. Сонымен осымен біздің тілегіміз бітті деп есептейміз. Арқырын жеткісер сөйлесін енді. Сөз сыйлығы бізбен. Сода құрметті ағайындар, осы оқушың барына қуанасың. Серік пен Маржанның ұлдары бар, Ерасыл деген. Мен оқушым. Кейін маған сотқа подать етеміз, спутник. Жоқ, подать ететін шығар құдай біледі. Сондықтан құрметті ағайындар, қызғанып болады екенсің бірдеңе. Сондықтан құрметті ағайындар, Гүлнар апай, соткыңыз тосын, өзіңіз созбаңыз. Бәріміз жақсы көретін азаматшасыз. Енді алты аяғында адам қылып не төгесізсе. Жоқ, алты аяға, айды сөйтіп айтайыншы, қашан сізді көтереміз. Гүлнар апайда бір уақыт айтып көрген. Партиясының қыздары мықты негіз таудың. Сонда құрметті ағайындар, қалжың, бәрі ойын. Бірақ енді сыйға сый, сыраға бал деген болады. Сонда міне заттарыңыз тосын, өзінен созбаңыздар. Жеспізлек арнап, осы жеспізлек арнайым. Халық
болыңыз. Ержан Бас қосты достар бүгін гүлдердің жапырағындай жайнап тұр ақ дастархан алып ұшып көңіл шіркін жанғандай көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген сөнген бір өмір қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін ашқанда ағаштар жайқалатын жүзінде жылы шуақ қуанышпен оятайық ақ таңды көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген сөнген бір өмір қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген сөнген бір өмір қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін әрқайсысының жүрген жолы бір роман, жүрмегенде бір роман. Сондықтан енді құрметті ағайындар, енді қазіргі оқитын списогім енді негізі осы біздің бүгінгі дастарханда отыра алмаған азаматтарға, азаматшаға арналады. Сондықтан енді қазір оқыған азаматтарға бір минут орнымыздан тұрып кішкене тазым көрсетсек деген ниетіміз болып тұр. Сондықтан енді құрметті ағайындар, ең бірінші Дулат, Шалқар, Нұрболат, Ильяс, Ерлан, Гүлмира, Райгүл марқұм. Осыларға бәріне бір мүдденсіздік жариясақ деген тұрмыз. Енді бәрін жинай келе Сақыш мұғалімға түгел енді бір жерде болсын, жандар жәннатта болсын деп бір минут ренжімесеңіздер. Рахмет. Отыра беріңіздер. Енді елемеске беріңіздер, сіздерге де көп рахмет. Негізі өлі риза болмай тірі байымай тек қазақ. Сондықтан құрметті ағайындар, осы әнді сұрау бойынша сіздерге арнаймыз, қабылдаңыздар. Жетіспілердің көңілін көтеру үшін тағы да бір арнаймыз. Остановиться на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу. Оживи, не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки о любви. И можешь верить, нет ни за что на свете заглядывать в окно. Забудь, не вспоминай. Пусть свои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпят твои, пусть доверяют тайны свои. Больше не надо мне этикет. Рахмет. Әмісі
өркендерің өсіп, өрістерің кеңейе берсін. Дендері сау, бастары аман болып, осы жылдан жылға келесі жылдар осы береке-бірліктен арта берсін, деніміз сау болсын. Мына қызмет көрсетіп Маратқа, Тахирге, Санка бауырым үлкен рахмет. Басымыз аман, деніміз сау болып, жақсылықты кездесе берейік. Жақсы демалыңыздар, жақсы өткізіңіздер. Сау саламат болыңыздар, рахмет. Төрт көзіміз түгел тұрған кезде мына жерде мен бір үлкен өзімнің класстастарым атынан алғыс айтқым келіп тұрды. Қазір қалғандарымыз тағы да сөйлеп жатармыз, тойлап жатармыз. Бірақ мен осы ұстаздарым алдында сіздер кетпей тұрып мынандай үлкен алғыс айтқым келеді. Осының бәрін ұйымдастырып, Гүлбек пен Маржан осылардың шаңырағын жиналып жатырмыз. Екеуі балалардың қызықтарын көрсін. Үйлерін Алланың нұры жаусын. Сосын өзде біз ақылдаса келе класстастар, сосын менің жаңа айттым ғой, келіндеріңіздің идеясымен Маржанға бір сыйлық жасап берсек осы жерде біз өзіміз. Күміс және алтыны бар нефрит тасыменен Украинаның комплект сырғасыменен сақинасы. Осыны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Өзі Маржанды бүгін бірінші рет көріп тұрсам да, осы соңғы 2 аптаның ішінде жаңағы сырттай жақсы танып біліп алдым. Күнде Сергей екеуі сөйлеседі телефонмен. Кіммен сөйлестің дейді, Маржанмен дейді. Не деп жатыр Маржан деймін. Солай енді міне бүгінгі кеш өте осы Маржанмен және жолдасының ұйымдастыруымен өте жақсы кеш болды деп мен сондай риза болып отырмын. Сол ризашылығымызды білдіріп, мына сыйлықты табыс етуге рұқсат етіңіздер. Сырағымыз тозып, салиқалы бәлші болып, 8 сиырды айдап, дөбек шықты ауыл шетіне. Шыққан десе 20 жылда осымен жаңағы жайып едім деп. Сонда олай деп айтты, шыққан заман өте береді екен деп. Ол кезде мына қаладан жалғыз жарымды жігіттердің бәрі жетіп жатыр. Мұсапир байдың корпорация президенті. 30 жылдықтарыңа мен ақ шашып жүрсеңіз деп $30,000 шашып салдым. Өзі келе алмай қалады бірақ. Сондықтан енді осындай бір дастарханда қолыңызда немереңіз, шөбереңіз бар. Осы Маржанмен Дүбек келе жатыр. Сондықтан құрметті ағайындар, Дуғолша бағытта осы 2030 жылы Дүбекпен Маржанның шаңырағын жинауға қатысты. Жетістіктер аман болсын. Алтын туыстың өзін тозба. Сондықтан мына Дүбектің сұрауы бойынша Маржан деген әнді Маржанға тарту етеміз, қабыл алыңыздар. Жанардан жақын тола, шуға тиген ақ жеңге
Senin gururun ekim bakatlara Barasızdım kıymasım Janaşırım barasızım Tuttunup karışırım Senin sırlı sırtındı Ansadım boy Tağыңda akmaşan Tağыңda akmaşan Dalaşıdı Eşsiniz mi gerek? Gelgedim ölümün kuşağında Bağırma alkıslı kasamında Kedin elbesin beymen kasamın Yürüp girmeye gündü kuşağında Kedin elbesin beymen kasamın Yürüp girmeye gündü kuşağında Barasılım kıymasım janaşırım darasım Tuttunup karışığım senin sırlı serpinde Ansadım boy Tağımda akmaşan Tağımda akmaşan Dalaşıdı Aylardan bile sağlarım şaştım. Bunu bulpar gözümde taza mundu Sezbedin ben ekenin azabından Kөгершін bu көңілім алып ұшар Аспаннан мен бұлбұлбақ базарына Көгершін bu көңілім алып ұшар Аспаннан мен бұлбұлбақ базарына Барасылым қимасым жанашырым барасым Тұттынып қарашығым сенің сырлы сәтіңді Аңсадым ғой Тағыңнан да ақмажан Тағыңнан да ақмажан Далажыды Құрметті ағайындар, 70-тің атынан 20 мың теңгемен болат шығып келе жатыр. Ду қоса болат қойыңыздар. Қай дейді? Мен 20 берем. Құрметті ағайындар, рахмет. Қайта 55 кеп жетіспілердің осы вечина келгеніне рахмет айтыңыздар. 70-тің атынан біреу 74-тің атынан біреу ғана кеп тұрмыз. Екеуміз де істей бағымыз негіз. Бізді енді әрең жасап. Сонда құрметті ағайындар, тойларын тойға ұласа берсін. Іздей қалсам сен қасымнан табылдың, мен ауырсам сен де бірге ауырдың. Көріп қалып кейде мүшкіл қалымды жұбатасың жабырқаған жарымды. Бар тәрбие, бар бақыты баланың, аялаған алақаны ананың, жанұяның берекеті думанын, жұбайымның жүрегінен табамын деп, деспілердің келдеріне бас үйге рұқсат етіңіздер. Осы әнді Болат екеуміздің атымыздан жетпіс-жетпістен қабылыңызға құрметті ағайындар. Сондықтан енді мына осы әнді тамаша арнайын мерке деген әнді Болаттың атынан Біздің ауыл шұрайды Оғыз бұлақ семірген Ей жүр алмайды Оу өгіз бұлағай Кейбір жаман тамшыға Жет алмайды дәміріп Ей жаратқан мен Оу дені сұрағай Меркі қарқарай деген менен Оу жүргін көркі бар Орта меркі шет меркі қарқарай деген менен Оу жүргін көркі бар Жігіттер қыздар бос тұр ғой. Shit,